Сәлем достар, мен бүгін сіздермен осындай дәмді, жұмсақ нанды қалай дайындау керектігін бөлісетін боламын. Ол үшін қажетті ингредиенттер: алдымен шекер салынған жылы суға дрож қосып 5-10 минутқа қойып қоямын. Бөлек ыдысқа су, сүт, майды қосып жылытамын. Оның бетіне құямын. Дрож және ең соңында тұз салып қамыр илеймін. Қамырды жылы жерге 1 сағатқа орап қоямын. Міне, қамыр көтерілді. Енді осыны 4 бірдей бөлікке бөлемін. Темірдің бетіне арасын алшақ етіп қоямын. Ортасын бейнеде көріп тұрғандай басамын. Он 15 минутқа қойып тағы да басамын. Бетіне бір жұмыртқаны араластырып жағамын. Ортасына мак немесе седана себемін. Ал шетіне кунжут себемін. Сосын шанышқымен шаншимын ортасын. Сосын 170 градус ыстықта қызып тұрған духовкаға 25 минут қойып пісіріп аламын. Міне, нан пісті. Сіздерге де міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз.